Сәлеметсіздер ме ұстаздар? Бүгін мен сіздерге жаңа 3D нұсқадағы видео көрсететін сайтпен таныстырмақшымын. Ол үшін біз Google-ға Mozaweb деп жазамыз. Яғни қарайтын болсақ, міне ең бірінші осы сайтқа кіреміз. Mozaweb деген сайт, міне осы жерге кіреміз. Бұл сайттың сабақты түсіндірген кезде 3D нұсқада көрсетуге мүмкіндігі өте зор. Ендеше кеттік. Бұл сайтта жұмыс жасау үшін біз алдымен тіркелуіміз қажет болады. Жоғарыда Google сервистің көмегімен, егер ағылшын тіліндегі сайт бұл ыңғайсыз болып жатса, түсініксіз болып жатса, Google сервистің көмегімен орыс тіліне, немесе мына жерден выбрать другой язык деп қазақ тіліне аударып алсаңыз болады. Сосын біз мына жерден Google дегенді басамыз. Gmail арқылы тіркелуді осы жерден страна деген жерден казахский таңдаймыз. Следующий дегенді басамыз. Содан кейін мына жерде мен адрес электронной почты дегенге gmail.com жазып қойдым. Следующий дегенді басамыз. Содан кейін пароль сұрап тұр. Сол жерге өзіміздің паролімізді жазамыз. Содан кейін мына жерге парольді тағы да сұрап тұр. Подтвердите деп сол жерге тағы жазамыз. Содан кейін область дегенге жазамыз. Маңғыстауская деп. Так, Маңғыстауская область, район Ақтау, город Ақтау деп жаза саламыз. Және мына жерге өзіңіздің жұмыс жасайтын мекемеңізді көрсетесіз. Жақта мектептердің аттары шығып тұрады екен. Менің мектебім тауып алдым. Мне больше 16 деймде. Жерге галочка қойып, создавать дегенді басамыз. Осыған тіркелдік. Тіркелгеннен кейін отправить электронное письмо с активацией дегенді басамыз. Сохранить дегенді басамыз. Хорошо дегенді басамыз. Енді осыдан кейін мен мына жерде медиа библиотека деген бар. Медиа библиотека 3D сцены дегенді бассақ, бұл жерде түрлі пәндердегі 3D нұсқадағы видеолардың түр-түрі шығады. Мына жерде химия, физика, технология, биология, математика, история, география және изобразительное искусство. Осы жерде сіз өзіңізге қажетті видеоны таңдайсыз. Бұл 3D бейнемен жұмыс жасаған кезде сіз мына жерде жоғарыда сыйлықтың суреті тұрған жерді сіз тегін қолдана бересіз. Ал егер подарок, яғни сыйлықтың суреті тұрмаса, ол бізде ақылы деген сөз. Бірақ та сіз 5 видеоға дейін 3D нұсқадағыны көре аласыз. 5 3D нұсқадағы видеоны өзіңіздің аккаунтыңызбен кірсеңіз, кейін басқа аккаунттармен кіре берсеңіз болады. Енді қазір біз мына жерде кішкене қазақ тіліне аударып көрейікші. Қазақ тіліне аударып көрейік. Перевести деймізде, мына жерде құлақ және есту механизмі дейді, басамыз. Сосын открыть приложение M3 Viber деген шығады. Бұл жерде сізге өзінің программасын қондыруды сұрайды. Менде ол программа қондырылған. Сізге егер қондыруды сұрап тұрса, үстінен басасыз. Сосын далее деп төменгі жақта жүктелінетін болады. Енді бізде қазір мына программа менің компьютерімде қондырылғандықтан менде загрузка жүріп жатыр. Міне, басталды. Осы жерде сіз өзіңіздің интерактивті дастаңызға қосып қойып, үлкен етіп, адамның құлағы туралы, бұл жерде есту мүшесі туралы балаларға видеороликтерді ұсына аласыз. Егер қасына жақындататын болсаңыз, кеңінен қаралуға болады. Былай етіп мышканың көмегімен сіз жылжыта аласыз. Бұл меніңше өте керемет мүмкіндік. Яғни құлақ есту мүшесін түсіндірген кезде әрбір оның бөлігіне, құрамына, атына тоқталып кетсеңіз болады. Бұл бізде тек қана құлаққа қатысты видеоролик болды. Міне былай етіп мышканы қозғай отырып, сіз осылай етіп
түсіндіріп өтесіз. Басқа тағы да қандай видеороликтерді көрсек болады. Біз жаңа биологиядан қарасақ, енді технологияға қатысты бір тағы да видеороликті қарап көрейік. Мысалы 3D принтер дейді. 3D ашыңыз дегенді басамыз, жазылымды сатып алыңыз деген ол ақылы версиясы. Менде мынада M3 Weaver деген программа қондырылған. 3D принтермен сабақты ашқалы жатырмыз. 3D принтер деген информатикадан сабақ өткен кезде осы видеороликті көрсетіп қолдансақ болады. Міне қарап отырсаңыз, қандай күшті. Міне мұндағы әрбір құрылғының атауына тоқталамыз. Мышканы басып отырып, мен қазір управлять етіп отырмын. Осылай жай ғана сіз бұра бересіз. Осылай сабақты осылай түсіндіріп, әрбір детальдарын айта отырып түсіндірсеңіз қандай керемет. Міне бұлай етіп жақындатуыңызға болады. Сонымен қатар бұл жерде тек қана 3D көріністері емес, сонымен қатар түрлі викториналар, түрлі панорамалық кескіндер, құралдар мен ойындарды табуға болады. Мысалы, құралдар мен ойындар дегенге басып көрейік. Осы жерде басатын болсақ, міне түрлі тақырыптарда дайындалған сұрақтар, плиткалар, пазлдар неше түрі бар, қайсысын қолданамын десеңіз де. Мысалы, пазл дегенге басып көрейік. Ашық құрал дегенді басамыз. Осы жерде, мына жерде осы бейнедегі суретті құрастыруымыз керек. Біз старт деп басамыз. Сосын мына жерге әкеліп қоямыз. Мынау бізде ал. Мұнда болады. Потом мынау мұнда болады бізде. Мынау бізде мұнда болады. Мынау бізде мұнда болады. Мынау бізде мұнда болады. Жоқ. Так, мынау екінші құлағы мұнда болады. Мынау бізде мұнда болады. Мынау бізде мұнда болады. Мынау бізде мұнда болады. Құрылды. Өте керемет. Осы сайттың барлық мүмкіндіктерін ұстаздар қолдана берсеңіздер болады. Мына жерде өздеріңізге қажетті сыныптарыңызды таңдап аласыздар. Балабақшадан бастап барлық 12 сыныпқа дейінгі сабақтар, видеороликтар, сонымен қатар түрлі ойындардың түрлері бар. Өзіңіз кеңірек қолданып танысып шықсаңыз болады. Кәдеңізге жарасын, менің каналыма тіркеліп лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыз.